Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз жалпы қан анализін талқылайтын боламыз. Достар, менде күшті жаңалық бар. Осы видеода мен фармакология курсының 30% скидкасын жасаймын. Оған мындай шарттар кіреді. Егер осы видеоны конспектісін жазып, одан кейін доктор Усапбаев Министа парақшама жіберген студентке фармакология курсының 30% скидкамен беретін боламын. Ал кеттік бастайық. Енді жалпы қан анализі не үшін керек? Жалпы қан анализі дегеніміз не? Жалпы қан анализі қан жасау жүйесінің қалай жұмыс жасап жатқанын көрсететін, сапалы және сандық тұрғыдан бағалайтын көрсеткіш. Кез келген пациент ауруханаға түскенде осы анализден өтеді. Яғни пациент түсті, ол кезде біз анамнез морбид жинаймыз, шағымдарын, одан кейін анамнез вид, анамнез өмір анамнезін жинаймыз, одан кейін қарап тексереміз, одан кейін инструменталды исследованияға жібереміз. Ең бірінші осы инструменталды зерттеуге жалпы қан анализі кіреді. Ең бірінші осы жалпы қан анализін жасайды. Жалпы қан анализі арқылы біз көптеген патологияларды анықтауға болады екен достар. Енді қан дегеніміз ол дәнекерлеуші тін. Адам ағзасында 5 литрға жуық қан болады. Ол 5 литрға жуық қанның бәрі бізде қан айналымында болмайды. Ол паренхематозды органдарда неде болады? Депода болады, яғни жинақталып тұрады. Одан кейін ең бірінші көрсеткіш гемоглобин. Біз гемоглобинді тексеруіміз керек. Гемоглобин ол оттегіні тіндерге, CO2-ні сыртқа тасымалдайтын маңызды биолог, тасымалдайтын биолог. И ол нормада ер адамдарда 130-160, әйелдерде 120-140 арасында болады. Достар, енді бұл төмендеуі жоғарылауы болады. Осы айта алмаймыз бүгінгі сабақта. Енді гемоглобин мынандай кезде төмендейді. Любой анемия кезінде, гемолиздік анемия кезінде, посттравматикалық анемия, темір жеткіліксіздіктен болған анемияда, B12, B9 жеткіліксіздіктен болған анемия кезінде де, сосын апластикалық анемияда. Осы біз жалпы қан анализінде анемияның деңгейін түсіп тұрған көрсек, біз мына 5 түрлі анемияны бірден анықтай алмаймыз. Ол үшін біз ары қарай толығырақ, тереңірек зерттеу жасауымыз керек. Енді жоғарылауы физиологиялық, патологиялық деп бөлінеді. Физиологиялық ол бізде физикалық активтілік кезінде тауға шыққанда. Ал патологиялық жаңа қою қан қоюлағанда, өкпе ауруларында, жүрек ақаулары кезінде. Ал физиологиялық ол бізде компенсаторлы механизм, ол қайтадан орнына түседі. Енді анемия сатылары мынандай 3 саты бар. Жеңіл түрі 110-нан 91-ге дейін, орташа ауырлықтағы 90-81-ге дейін, ауыр сатысы 80-ге дейін. Осылай біз сатыларын көріп, ары қарай анемияны толық зерттейді екенбіз достар. Енді эритроцит. Эритроцит ол қанның қызыл жасушалары. 90%-ке дейін осы біздің қанымыздың жаңағы көлемін алып жатқан негізгі қан жасушасы. Бізде уже екіге бөлінеді, қан плазма, одан кейін қан жасушалары деп. Сол қан жасушаларының 90%-ін осы эритроцит қамтып жатады. Енді бұл 3/5, 4/5 көбейткен оның 12 дәрежесінде осындай деңгейде болады деген қанымызда. Әр адамда уже әртүрлі болады. 3,5-4,5 арасы болу керек. 3,5-нан төмендесе эритропения болады, ал 4,5-нан жоғарыласа эритроцитоз болады. Эритропения ол анемия кезінде болады, бауыр жеткіліксіздігі, бүйрек жеткіліксіздігі кезінде болады. Неге бұл жеткіліксіздік кездерде болады? Өйткені эритропоетин деген белок бар. Осы эритропоетин белок арқылы эритроцит негізі сүйек кемігінде жасалынады. Ал оны эритропоетинді өндіретін бізде бауыр мен бүйрек осы. Ол жеткіліксіздік болғанда ол өндіре алмағандықтан эритроцит деңгейі түседі. Дәнекер ауруларында жүктілік кезінде түседі екен. Енді эритроцитоз дегеніміз ол көтерілу ғой. Эритромия, шынайы полицистемия деген ауру бар. Одан кейін семіздік кезінде, жүрек аурулары кезінде, физикалық активтілік кезінде, бүйрек рагы, өкпе рагы деп қойыппын, бүйрек рагы кезінде эритропоетин өте көп өндіреді, эритроциттің деңгейін көтеріп жібереді. Дегидратация, сусыздану кезінде, плазма деңгейі түскен кезде уже қатынас жаңағы өзгереді эритроцит пен осы плазманың арасында. И ол сол кезде эритроцит деңгейі көтеріледі. Стресс кезінде, күйіктен кейін уже сусыздану болған кезде эритроцит деңгейі көтеріледі. Жалпы гематокрит. Гематокрит дегеніміз ол эритроциттің плазмаға қатынасы 35-55% деңгейінде болады. Яғни эритроцит көлемі сосын плазма қатынасы. Осылай гематокрит көрсеткіші шығады екен. Енді әр адамда әртүрлі болады. Үлкен адам болуы мүмкін, кіші адам болуы мүмкін. Ересектерде 35-55% арасында болады. Төмендеуі
Анемия кезінде гиперпротеинемия белок көп болған кезде, жүктілік гипергидратация кезінде, өйткені қатынас өзгеріп кетеді бұл кезде. Анемия кезінде эритроцит пен гемоглобин деңгейі түскеннен кейін ол да төмендейді. Жоғарылауы ол эритремия, шынайы полицитемия кезінде, гипоксия кезінде, бүйрек рагы, яғни эритропоэтин әсерінен, поликистоз, гидронефроз, ол да бүйрек аурулары, күйіктік ауру, перитонит, лейкоздар, дегидратация кезінде төмендейді достар. Енді СОЕ, яғни эритроциттің тону жылдамдығы. СОЕ деген жаңағы орысшасы скорость оседания эритроцитов. Ерлерде 0-15 арасында, әйелдерде 0-20 арасында болады. Артуы өткір қабыну, яғни осы СОЕ артып тұрса, ол қабыну болып жатыр деген достар. Созылмалы ма, жаңағы острый қабынулар болады екен. Ішкі органдар инфарктысында, яғни инфаркт болғанда СОЕ да көтеріліп кетеді. Оны қазір инфаркт миокардасы кезінде талдаймыз. Анемия, гипопротеинемия кезінде ол артып кетеді. Сосын резко көтеріліп кетсе, например, 60 мм өте көп болып кетсе, ол резко көп қой уже. Сепсис, сосын жаңағы злокачественный опухоль болып жатқан кезде, лейкоз болып жатқанда өте резко көтеріліп кетеді. СОЕ төмендеуі гиперпротеинемия, эритроцитоз, лейкоцитоз, сосын ДВС синдром, гепатит кезінде төмендейді. Өйткені солай, например, эритроцитоз кезінде СОЕ төмендеп кетеді. Өйткені эритроцит көп болғаннан тез тұнайды. Сосын гиперпротеинемия кезінде солай. Сосын тромбоциттер. Тромбоциттер бізде нормада 180-320 мыңға дейінгі арасында болады. Енді тромбоциттер бізде қанымызда жаңағы қан кетуде осы тромбоциттер көмектеседі ғой бізге. Сосын ол нормада 180-320 мың болады. Көтерілуі спленоктомия кезінде, көк бауырды алып тастаған кезде көтеріліп кетеді. Онкология, анемияларда көтеріліп кетеді. Сосын жүктіліктің үшінші триместрында көтеріледі. Операциядан кейінгі периодта да көтеріліп кетеді. Өйткені операцияда жаңағы тамырлар көп зақымданады, сол кезде ол тромбоциттер көп активтеніп кетеді. Сол кезде ол жаңағы адамды құтқарам деп ойлайды да, не істейді, көтеріледі. Ол же компенсаторлы механизмдер ғой. Енді түсуі гемофилия кезінде тромбоциттер деңгейі түседі. Дәрілік тромбоцитопения, дәріден болуы мүмкін. Одан кейін системная красная волчанка, жүйелі қызыл жегі ауруына төмендейді. Вирусты бактериалды қабынуда, апластикалық анемия кезінде, яғни апластикалық анемия ең самый жаман анемиялардың түрі. Себебі ол кезде емі тек қана сүйек қызыл кемігін ғана ауыстыру. Сосын Эванс синдромы кезінде тромбоцитопениялық пурпура, бүйрек вена тромбозы кезінде төмендеп кетеді екен достар. Тромбоциттерінде деңгейі өте маңызды негізі. Сосын ретикулоциттер. Ретикулоциттер 0,12, 1,12 деңгейінде болады. Ол жас эритроциттер. Яғни сүйектің қызыл кемігінде эритропласт, одан кейін проэритропласт, одан кейін соңында ретикулоцит, одан кейін эритроцит болып шығады. Ретикулоцит ол жаңа қанымызда болады, бірақ сүйек кемігінде олар жасалып да не істейді, шығады былай қарай. Үлкен эритроцит болып шығады. Сол кезде жаңағы ол да болу керек қанымызда, бірақ өте аз деңгейде 0,12, 1,12. Ал ол көбіне сүйектің қызыл кемігінде болады. Көтерілуі қан кетулерде. Өйткені жаңағы эритроцитті көп сұрайды ғой қан кетіп жатқан кезде. Сол кезде осы ретикулоциттер көтеріліп кетеді екен, 1,12-ден көтеріліп кетеді. Түсуі ол анемия кезінде, одан кейін сәулелік ауру кезінде, онкология, бүйректің кейбір аурулары кезінде бұл түсіп кетеді. Өйткені жаңағы бұл ретикулоциттер түсіп кетсе, сүйек қызыл кемігінде бір проблема бар деген сөз. Өте ауыр проблема, соны біз ары қарай тереңірек зерттеуіміз керек. Енді қайшы синдромы бар? Ол қайшы синдром миокард инфарктісі кезінде болады. Миокард инфарктісі кезінде болғаннан кейін бірінші күні лейкоциттер 10-12 мыңға жетеді. Ал апта аяғында нормаға келеді. Ал 4-5 күндерде СОЕ артып бастайды, 20 күн бойы көтеріліп тұрады. Яғни ең бірінші лейкоциттер көтеріледі, одан кейін СОЕ көтеріледі. Осыны бізде қайшы симптомы деп аталады. Осылай достар, бірінші бөлім бітті. Жалпы қан анализі, енді екінші бөлімде біз лейкограммаға көп назар аударамыз. Назарларыңызға көп рахмет достар. Достар, конспектті жіберуді ұмытпаңыздар. Мен сол кезде фармакология курсының 30% скидкасын беретін боламын.